Біз бүгін шұжық істейміз. Сол шұжыққа міне ет, жылқының еті, май, сосын доз саламыз, сарымсақ, қара бұрыш саламыз. Сосын мына шектің ішіне салып, кішкене тұрып тұзы сіңеді, бәрі бұрышы тұзы сіңіп, сосын барып шекке тығамыз, шегіміз мына. Шектің ішіне тығамыз. Міне мынау жылқының еті, биылғы соғым, мынау майы, іш майы, ішінен алынған. Мынау шегі, доз, сарымсақ, қара бұрыш. Шұжық жасауға міне сан еттен алдым, қолдың етінен алдым. Сосын кейбіреулер неден де істейді? Мойын еттен де істейді. Мойын еттен қатты болады. Сол қатты болады ғой деп мен сан етпені қолдың етінен алдым міне. Мынау іш майы, ішінен шыққан майы мынау. Әдемі семіз болса майы көп шығады мінекей. Әдемі бар шыққан майы сол алдым. Қол еті мынау. Мынау сан еттен алдым міне. Кесегет. Осылардың бәрін тураймын мінекей. Май қосып. Іш майы мынау, іш майы, ішінен шыққан майы. Мынау сол жылқының шегі. Осы шекке ішіне шұжықтың етін ішіне салып, осыған байлап, сосын көрсетемін мінекей. Шегі мынау. Бір жылқыдан 40 шұжықтай шығады. Енді ірі жылқы болып не қылса, істей берсең шығады шекке байланысты. Енді қазір мына еттің бәрін тураймын, майыменен бәрін шараға тураймын. Сосын дұзын, бұрышын бәрін салып, араластырамыз. Әуелі бісміллә деп майынан турайын. Майлы болсын, жайлы болсын биылғы соғымыз. Майдан бастап турайын бірінші. Мінекей. Биылғы соғымыз майлы болсын деп, жайлы болсын, бұйыртып жегсін өзімізге. Сол бірінші майдан бастап жатырмын. Май көп болса, шұжық күшті болады. Майлы болады, жайлы болады. Соғым сойған бір той болады. Сразу қуырдағын береді, сосын кешке қонағасы деп ет береді. Бірінші күні мол қып салу керек. Егерде бірінші күні етті мол қып салсаң, баяғыда әжем айтып отыратында, мол қып салсаң, сол соғымың қыстай мол болып жетеді. Келесі соғымға дейін жететіндер болады. Сол мол қып салу керек. Ең бірінші күні ештеңені аямау керек. Мол қып салсаң, сол жылдың аяғына дейін, келесі соғымға дейін жетеді сол. Сөйтіп айтып отыратын. Сосын анау ет піскенше көршілер бәрі жиналады да, қазірде шұжықты істеп тастайды. Көмектеседі ол кезде. Бәрі шер қарны ашиды, көмектеседі, шұжық істеуге көмектеседі. Келіндері болады, туыстары болады, солар бәрі жиналып, қазірде істеп тастайды. Бәрінде. Әуелі күздік сой болады торғайда. Біз енді бұрын ерте кезде. Әуелі күздікті октябрь, ноябрьде күздік сояды. Енді етім турайым осылай. Мынадай шандырларын алып тастау керек. Сонда шұжық тәтті болады, әдемі болады. Сол жаңа күздік сояды әуелі, сосын жылқы сояды. Бір сиыр, бір жылқы сояды әке-шешелеріміз. Біз енді семьямыз көп, адам көп, бала-шаға сол жетпейді деп қонағымыз бар. Соғым береді, оның сыртында сыбаға береді. Ол кезде, мысалы, үлкен кісілер бар үйге, сыбаға апарып береді. Апарып берген етті сыбаға дейді. Омыртқасын, несін салып сыбаға береді. Бұрын, баяғыда. Қонағасы береді әуелі. Шеке береді, омыртқасын береді. Оның сыртында туыстары, келе алмайтын туыстар болса, үлкен кісілер болса, сыбаға деп апарып береді. Омыртқасын, жаясын салып, жастау болса, жас үйінде қыздар болса, не болса, төсін салып береді. Бір шұжық береді, бір қазы береді. Сонда беретін шұжықтар ғой мына. Балаға бүйрек береді. Оның да ырымы бар. Мысалы, сыбаға апарып берсе, ол келген адамға бір нәрсе беру керек, мысалы. Көйлек кигізеді, шапан кигізеді, сондай кім апарды, мысалы. Жас келіншектер болса, қамзау, шапан бірдемелер береді, орамал береді, құр жіберуге болмайды. Сосын бүйрек апарады. Бүйрек деген кетіп бара жатса, міне баласы келіп айтады, апа, мен бәленше ауылға бара жатырмын, сыбаға бересің ба? Анау аталарымызға дейді, атамызға, әжеміздің үйіне дейді. Сосын ойбай балам дайындап қояйын деп жаңағы сыбағасын дайындап, үйдің иесі
береді. Мысалы, шешесі береді. Сосын оны алып барған адам, мысалы, баласы алып барса, баласына еркек адамны берсе береді, бермесе мамаң алып бар, анаң алып бар деп көйлек береді. Көйлек, орамал, сақина, солай құр жіберуге болмайды сыбаға келсе. Сосын әне балаға не береді? Бүйрек береді. Жаңа етін бәрін салады, омыртқасын салады. Енді үйдің адамдар бар, үлкен адамдар бала жемейді ғой. Сосын мына баланың бүйрегі деп, бүйректі өте қазақтар не қылған. Қазір бүйректі жемейді, исі бар, анасы бар, мынасы бар деп жемейді. А бұрын бүйрек деген немен жүрегін салып береді, бүйрегін салып береді. Мына баланың бүйрегі деп береді. Ал сыбаға ол бөлек кәдімгі үлкен кісіге береді оны. Сосын оны да құр жібермейді. Жаңағындай ең болмағанда бір пачка шай болса да береді, міне анаң апарып бер деп. Сосын айтады, ой, бәленше бала, бәленше үйден бізге сыбаға келді деп оны айтып отырады. Мерейін шығару керек айтып, мысалы балалар алыстан неғып соғым сойып, міне біз соғым сойдық, анамызға сыбаға апарып берейік деп соғым әкеп беру, сыбаға әкеп беру керек. Ол ырымдардың бәрі қалып бара жатыр. Етім салам, сосын бәрін араластырамыз ғой. Міне шұжығымыз турап болдық. Мінекей, бәрін майын, етін бәрін турап алдық. Енді бұған тұз саламыз, тұз. Бұрыш саламыз, қара бұрыш. Сосын сарымсақ саламыз шамалы. Сосын тұз сіңіп бәрі болғаннан кейін шекке тығамыз. Мінекей, бәрін кестік мінекей. Міне майы, міне еті бәрі әдемі болды. Енді қазір тұздаймыз, араластырамыз түгіл. Сосын тұз сіңіп тұрады кішкене. 5-6 сағаттай тұрады шығар, тұз сіңгенше. 4-5-6 сағат тұрады, содан кейін шекке тығамыз. Майды көп салсаң, әдемі болып шығады. Әдемі, күшті болып шығады, май мол болса. Май аз болса, қара кесек болып, дұрыс әдемі болмайды. Май көп, неғұрлы майы көп болса, әдемі, тәтті болып шығады. Мұна бірдей, майы да, несі де, қара еті де бәрі бірдей мінекей, әдемі. Тұздаймыз. 2-3 қасық тұз саламыз. Бұрышын саламын. Қара бұрыш 1 қасық. Кем болса, сосын тағы да саламыз. Байқаймыз қалай болады. Енді міне сарымсағын 1 қасықтай міне. Бір қасықтай, 2 қасық бұрыш, 3 қасық тұз, 1 қасық сарымсақ. Енді араластырамыз. Әдемі жақсы араластыру керек енді. Қолмен араластырам. Тұзы сіңіп, бәрі сіңіп тұрады. Содан кейін 5-6 сағаттан кейін қайтадан шекке тығамыз. Әне шегіміз дайын. Шектің ішіне саламыз. Сосын шұжық болып шығады. Аузын байлаймыз. Шұжығы кеттіміз 4 сағаттай тұрды, 4-5 сағаттай. Тұзы бәрі сіңді, енді жасаймыз. Міне мынандай бауырсақ кесетін не ғой мынандай. Сонымен қазір мына ішіне былай етемді, сразу салып аламыз. Бұндай болмаса бөтелкемен де төгіп болады. Әр жерде әртүрлі істейді. Шегімізді бәрін жуып алдық, әдемі. Енді осылай сала береміз. Шек азғантай көреміз. Түгел салып аламыз, сосын кесеміз. 1 метрден 2-ін шығаратымыз, кішкентай болып қалады бірақ. 70 сантиметр жарайды шығар. 60-65-70 әрі кетсе сантиметр. 1 килограмм 200 грамм где-то, да? Біреу болады. Неке әдемі. Жоқ, мынау әдемі шұжыққа. Не кетті емес, не үлкен емес әдемі. Шегіміз әдемі. Мұны көріп тұрған мінеке. Не жуан емес, не жешке емес әдемі. Нормальный. Только жұртып берді. Майын алғанда екен. Майын өте қатты алып жатыр.
бір неден 38-40 шұжық шығады бір жылқыдан. Енді оны кейбіреулер 30 шақты жасайды, 25 жасайды. Смотря қандай ет, қандай не қалады. Қазір что-то шұжық істемей жүр соңғы кезде. Құр қаз айналдырады. Біз енді істеп жатырмыз, бұрынғы үйренген. Шамалы болса да. Ет көп кетеді, текке жалқы дейді. Конечно, көп кетеді, бүкіл ет кетеді. Ойбай, бұл мана қаншама 4 кусок ет түгел кетті мінекей. Еттің жауы бұл. Папам вообще не любил шұжық деген. Ну, санаса, например, где-то 50 килограмм кетеді. 40-50 килограмм кетеді етке. Майды қоспағандай. 40 шығысқа кетеді. 1 килограммдан. Еттің жауы бұл. Сосын істемейді осы соңғы кезде. Өзі сатып алған жартылай біріне етін. Мысалы, бір жылқыны ешкімді алмайды. Аяқтап алады. Сосын енді қонақ шақырғысы келеді. Ол шұжыққа көп кетеді ет, масқара. Қазы шұжық деген ең дәңді, ең тәтті. Жегеніңде таңдайың тақылдайды шұжық жегенде. Нағыз тамаша. Бірақ еттің жауы етті құртады. Баяғыда папаң бажылайды ет неғылады деп. Бүкіл етті құрттың деп. Осы сенің осы шұжығың бүкіл етті құртатын деп. Бүкіл сан еттер кетеді. Масқар қолдың еті сан ет, мойын ет қатты болады дейді. Кейбіреулер мойын ет те салады, жүрек те салады. Біз енді мына чисті ет біздікі. Міне шұжығымызды болдық, ішіне салдық бәрін. Енді қазір аузын бекітеміз. Оны қоспай қой. Или қосамыз. Давайте. Ежек колбаса сияқты. Жет чуть-чуть сәне сырғып кетпес үшін. Кішкене аузын байлаймыз. Так, раз. Байлап па? Да. Орап па? Мынандай шұжық. Өте тығыз емес, да? Өте тығыз салмаймыз. Тығыз болса жарылып кетеді. Шамалы қып. Сосын неғылар кезде тесу керек бұны. Жарылып кетпес үшін. Bir ağaçta bakalım iyi. Так, аламын да. Мынандай болып шықты мінекей. Шұңдар. 70 болады шығар, 60-70 сантиметр. Баяғыда шұжық істегенде көршілер бәрі көмектеседі. Өлең айтады. Әлгі шек қарын ашиды, одан кейін мана айттым ғой, қуырдақ қуырады, сосын кешке ет асады. Ол кезде енді бұл қысқы соғымыз той ғой. Тойлап шұжықты қазірде қосылып, осылай 5-6, 4-5 адам бәрі қосылып қазірде шұжықты істеп тастайды. Ертеңге қалдырса тағы не қылады деп көршілер көмектесіп бәрін осылай қазірде істеп тастайды. Бәлен шұжық болады ол кезде. Жаңа бір жылқы сойса 20-30, әрі кетсе 30 шұжық істейді, 40 істемегімен 30 шұжықтай обязательно істейді. Келіндер болады, абысын ажыны болады. Солар бәрі. Жаңа шығып қайда кетті. Кесе беремін. Сөйтіп бәрін жасайды. Соғым деген бір той. Қысқы азығымыз қыстай жеп жататын. Соғымыз көп болсын. Балаларымыз аман болсын. Осы игілік қуанышымызға жегілсін осы соғымды. Тойға жегілсін. Туыстарымызға берсін. Балаларымызға бәріне. 60-70 үлкен болады. 60 сантиметрді істеулеріңізге болады. 1 метр
20 сантиметр ма? Нет, 1 метр, ой, 1 килограмм 200 грамм болады мынау. 60 сантиметр істесеңіздер, міне бір шұжық болып шыға келеді. Кило 200, кило 100. Бір келі бір. Все. Все. Міне жаңағы етімізден неше шұжық? 6 да? 6 шұжық шықты мінекей. Жаңағы бір шара еттен, шағын шара. Мінекей 6 шұжық шықты. Мінекей. Өте толтырған жоқпыз, әдемі. Нормально мінекей. 6 шұжық шықты. Біздің каналға жазылыңыздар. Неше түрлі көрсетеміз тағамдар. Ұмытылып кеткен тағамдар. Неше түрлі. Жазылыңыздар. Комментарий жазыңыздар. Аман сау болайық. Рахмет қарап жатқандарыңызға. Бәрі де айтады, қараймыз, көреміз. Кейбіреулер жасаймыз дейді. Ескі нелерді. Баяғыда әжелеріміз жасайтын, шешелеріміз жасайтын деп қарайды. Рахмет қарағандарыңызға. Мен қуаныштымын. Осы сіздер сол көрсін деп жасап жатырмын осы. Балаларымы үйретіп жатырмын. Сендерге, жастарға үйретіп жатырмын. Білгенімше айтып жатырмын.